Ассаламағалейкум достар. Бүгін өте жақсы сабақ, өте мұқият болатын сабақ. Бұл фин модельді құру, жалпы қаржылық жоспарлау, бюджеттеу деген сияқты сабақтың төңірегінде сөйлесеміз. Сабақтың мақсаты қаржылық жоспарлау мен бюджеттеудің маңыздылығын түсіну. Және де қаржыландыру көздерін қалай табуға болады, пайдалануға, және де сіздерді үйрету. Қарапайым бір финанс моделін құру қатты бір қиындатпайықшы. Егер де біз бизнесіміз жоқ болса, мынандай бір Excel таблицасын қалай жұмыс жасау керек екенін үйренеміз. Және де оны бір қарапайым тілде мен сіздерге айтқандай құрап шығамыз. Мен сіздерге осы фин модельдің образецін мен сіздерге жіберіп қоямын. Сол образецке қарап отырып, үлкен бір кәсіп бизнестердікін де, және де қарапайым өзіңіздің шағын кәсіпкер емес болсаңыз да осы арқылы құрап шығуға болады. Олай болса бастайық. Бүгін сабақта біз не өтеміз? Жәнегі ең бірінші бюджеттеу әдістері мен олардың маңыздылығын өтетін боламыз. Және де қаржыландыру көздері, жеке инвестициялар, несиелер, гранттар деген сияқты тақырыптар, және де қарапайым финанс моделі құру бойынша бір қадамдар. Осының төңірегінде мен сіздерге айтатын боламын. Негізгі ақпараттық бөлімге өтіп жатырмыз. Бюджеттеу және де басқару. Әр адамның немесе компанияның қаржысын дұрыс басқару үшін бюджет жасалуы өте маңызды. Бюджет дегеніміз бұл сіздің кірістеріңіз бен шығыстарыңызды бақылауға мүмкіндік беретін құрал. Мысалы, ай сайын қанша ақша тапқаныңыз, және де қанша ақша жұмсағаныңызды есептеп, шығындарыңызды бақылап отыру арқылы қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізесіз. Біз, мысал үшін, бухгалтерия деген нәрсе бар. Ол біздің историямыз сияқты. Ол біздің мемлекеттің алдындағы есебіміз. Бухгалтерия деген ол мемлекеттің алдында есебіміз. Қаншаға саттық, және де қаншаға біз налог төлейміз, мысал үшін. Қанша адамдарға айлық төлейміз. Ал бюджет дегеніміз, ол вообще басқа жағы. Ол алдын ала жоспарлау. Алдын ала жарты жылға, бір жылға, 5 жылға алдын ала жоспарлау. Өте маңызды бюджетті басқаруды үйренгендеріңіз. Келесі тақырыбымыз қаржыландыру көздері. Кәсіпті бастау үшін және де жеке бір мақсаттарға жету үшін қаржыны қайдан алуға болады? Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы жайында ойланып көріңіздер. Жолдары негізі на самом деле көп қой. Мен мысал үшін ең алғашқы қаржымды өзімнің әйелім 50 мың теңге сұраған. Ол кісі как раз отпускной алған болатын. 50 мың теңгені ол кісі маған берген кезде мен оны жәнегі бір өнімге салып, компьютер сатып алдым. Сол компьютерді бірнеше рет сату арқылы өзімнің капиталымды өсірдім. Бірақ та ең бірінші инвестициям сол жәнегі менің өзімнің әйелім болды. Не айтпақшымын сіздерге? Не обязательно бір инвесторларды іздеудің, не обязательно бір банкке барудың, немесе бір бизнесті бір үлкен ақшадан басталады екен деген сияқты бір қате пікірлер. Бизнесті даже ақшасыз да бастауға болады, егер де сіз бір услуга саласына кірсеңіз. Кәсіпті бастау үшін, немесе бір жеке мақсаттарға жету үшін қажетті қаржыны қайдан алуға болады дедік. Негізгі қаржыланду көздерінде жеке бір үнемдеулер болуы мүмкін. Отбасы мен достарыңыздан алған қаражаттар болуы мүмкін. Банктар мен несиелер алуыңыз мүмкін. Және де бір гранттар алуы мүмкін. Немесе бір кәсіпкерлерді бір ортасында жүруіңіз мүмкін. Сол кәсіпкерлер сізге бір инвестиция құю мүмкін проектларыңызға. Одан бөлек неме бар? Одан бөлек фондтар бар, акциялар бар. Кәсіптеріңіздің ол үшін үлкен болу керек деген ол қате пікір. Мынандай кішкентай бизнесті де сатуға болады. Сіздің идеяңыз мықты болса, өніміңіз мықты болса, бір кішкентай идеяның өзін 5 миллион деп сатуға болады. Менің жақында бір кейсім болған. Бізде жақын бір араласатын достарымызбен бірге осындай бір сұхбат құрып отырып, франшиза сатуға болатын жайында әңгімелескен болатынбыз. Бірақ ол кісінің на самом деле өзінің бизнесі жоқ болатын. Упаковать етті торт саласында тәтті торттарды жасау. Упаковать етті,
сол арқылы ол өзінің франшизасын сата бастайды ғой. Франшизасына бір келісім шарттар, договорлар юристпенен жасалынады, болды. Презентацияға әдемілеп жасап, соны сатқан кезде ол өзінің франшизасын 5-5 миллионнан сата бастады. Ойлаңыздаршы, инвестициясы жоқ адам дәл солай өзінің бірінші нүктесіне инвестиция тартып алды. Сіздер де сол сияқты әртүрлі тәсілдерді ойлансаңыздар, тек қана бастап кету керек. Бастаған кезде ғана сіздерге идея келе бастайды. Фин модельді жалпы қалай құрамыз? Жалпы фин модель деген не нәрсе өзі? Фин модель деген бұл қаржылық жоспарыңыздың немесе бизнесіңіздің келешек әрекеттерін жоспарлау, болжамдау үшін қажетті қадамдардың жиынтығы. Бәрі де этаппен оның ішінде жазылып тұратын болады. Мұндай модельдерді құру бір келесі бір этаптарға бөлуге болады. Ішкі құрылымын айтып көрейік қазір. Фин модельдің ішкі құрылымдарын. Ең бірінші сіз бұл фин модель маған не үшін керек деген соны шешіп алу керексіз. Егер кәсібіңіз жоқ, бизнесіңіз жоқ болса, бұл фин модель деген өте жақсы бір құрал. Бұл салаға кіруге бола ма деген сияқты. Әсіресе кәсібі жоқ адамдарға осы фин модельді жасап ал деп айтар едім. Фин модельді жасаған кезде сіз өзіңіздің алдыға қарай бір болжамды мақсаттарыңызды көре бастайсыз да. Келесі бір қадам ретінде кірістер мен шығыстарды, болжамдардың кестесін жасай бастайсыз. Мұны істеу үшін нарықтық зерттеулер жүргізесіз. Бұл тауарымыз сұранысқа ие ме, бұл сатыла ма деген сияқты. Бұл тек қана менің бір қиялы ғана арманым емес па деген сияқты. Осы біз нақты бір сұраныспенен бір қиялы арманды шатастырып аламыз осы. Санай бастаған кезде, есептей бастаған кезде осы қиялы арманның бәрі кетеді. Нақты жүйелердің бәрі қалып отыратын болады. Бұны істеу үшін жаңағы айтып өткенімдей нарықты жақсылап тұрып зерттеңіз. Зерттеңіз, сұраңыз, білмейтін нәрселеріңізді. Тіпті компьютер білмесеңіз, онда соны білетін адамдардан, соны мамандар бар ғой. Соны мамандармен бірге шайға шақырыңыз. Жаңағы қазақта көп нәрсе шаймен шешіледі. Шайға шақырыңыз, әдемілеп шайын құйып беріңіз, содан кейін әңгімесін жібереді ол кісі. Зато өзіңізге біліп аласыз, блокнотпен ручканы алып шығасыз да жазып аласыз. Одан кейін өнімнің бағасын бағалау, және де сату көлемдерін анықтау, және де қызмет көрсету шығындары деген сияқты нәрселердің бәрі осы жерге кіріп кетеді. Бұл екінші пунктта. Және де үшіншісі қаржылық көрсеткіштерді есептеу. Болжамдарыңызға сәйкес жәнегі жасалған негізгі қаржылық көрсеткіштері қандай болады? Мысал үшін, болжамды қандай пайда тапқыңыз келеді? Айына 500 мың, айына миллион деген сияқты. Бұл жәнегі болжамды кірістерді білгеннен кейін уже болжамды шығындарды да жазып қоясыз ана жерге. Мен 2 адамға айлық төлеу мүмкін, аренда төлеу мүмкін, светке төлеу мүмкін, тағы да бір нәрсе төлеу мүмкін деген сияқты. Және де инвестиция алу мүмкін. Инвестицияны инвестор қандай пайызбен кіреді? Жылына 30%-бен кіру мүмкін де маған. Жылына 30%-бен кіретін болса, онда мен оған жылына 30%-бен қайтаруым керекпін ғой. Несие алған болсаңыз, оның да пайызы бар. Значит, сізде осының бәрі ескерілу керек. Ол инвестицияны қайтарғанның өзінде, кредитті қайтарғанның өзінде сіздің бизнесіңіз пайда әкелетін болу керек те, тиімді. Тиімді болмаса, онда кірмейсіз ондай салаға. Просто айтасыз, қоя саласыз да басқа нәрсе кіресіз. Осының бәрі критерийлердің бәрі шығатындай. Содан кейін барып, қаржылық жоспарымыздың тиімділігі сол кезде айқындалатын болады. Осы критерийдің бәрін өткен кезде. Осының бәрі жаңағы фин модельде мен сіздерге беретін болам. Және де өте бір маңызды мен сіздерге тағы да бір беретінім. Мен өзімнің компаниям үшін жасаған мынандай экономикалық схема. Экономикасы. Кез келген бизнеске жаңағы мен айтып отырған нақты дайын формуласымен кредитке алсам қалай болады, ақшаны қалай алсам болады деген сияқты нәрсені сіздер практикалық жүзде жасайтын боласыздар, және де сіздерге кураторлар көмектесетін болады. Төртіншісі, нені ескеру керек? Біз тәуекелді бағалау керекпіз. Енді бизнестің бәрі мынандай идеальный болмайды ғой.
Мысал үшін айталық, сіздің жоспарлаған жоспарыңыз мынау делік, и сіз тура мына шетіне дейін былай пландап қойсаңыз, бір қателіктен кейін бүйтіп кетесіз де, бір қателіктен кейін кетесіз. Сол үшін де біз рисктарды бүйтіп салып қоямыз алдыға қарай. Бір қателік болған кезде шетке жақындайсыз тек қана. 2 қателік, 3 қателік, 4-ші қателіктің шотындай деген сияқты. То есть, мына артқа қарай шегіну бұл рисктар. Рисктарды қалай жасау керек? Сіздің өзіңіз қосқан маржаңызға үстінен тағы да бір маржа қосып қоясыз. 5-10%, 20% деген сияқты. Сол арқылы сіз сол артық келген ақша арқылы мына бір рисктарды бақылай бастайсыз. Өте маңызды. Тәуекелдерді сіз жақсылап зерттеп, қандай тәуекел болуы мүмкін анықтап, олардың бір әсерін азайтуға болатын бір стратегияларды ойластыру керексіз. Сол кезде сізде былайша айтқанда рисктарды жеңіл өтіп кетесіз. 5-шісі, фин модельді құраған кезде не істеу керекпіз? Қаржыландыруларды анықтау керекпіз. Біздің жобамызға керекті, қажетті бастапқы капиталды анықтаймыз. Немесе сіздің жобаңызға. Бұл үшін біз қаржыландыру көздерінің тізімін жасаймыз, және де жеке инвестициялар, несиелер, гранттар қай көзбенен алатынымызды анықтап аламыз. 6-шысы, финанс моделінің тұрақты жаңартып отыру. Біз бір рет жасай салып, тастай салуға болмайды. Оны міндетті түрде өзгеріс жасап, міндетті түрде қарап отыруымыз керекпіз. Сол кезде сіз рука на пульсе дейді ғой. Мысалы, Google компаниясы сияқты крупный компаниялар, бұлар өздерінің жаңағы RNP деген нәрсе бар, рука на пульсе. RNP деген, кстати, бұл таргетте қолданылатын ұғым. Таргет, маркетинг, продажа деген сияқты. Бұның да үлгісін салатын боламын. Мысалы үшін, сол жаңағы RNP дегенді Google компаниясы әрбір жұма сайын қадағалап отырады. Өзінің компанияның бітіп пульсын жұма сайын бітіп ұстап отырған кезде ғана сіз өсесіз. Финанс моделіңізді тұрақты жаңартып отыру. Нақты бизнесіңіз жағдай өзгерген сайын финанс модельді өзгертіп отыру маңызды. Бұл сізге өзгерістерге бейімделуге және де мақсаттарға жетуге тиімді жолдарға баруға мүмкіндік береді. Қорытынды және бейімдеу. Финанс модельдеріңіздің нәтижесін талдаңыз. Егер қажет болатын болса, стратегияларыңызды өзгертіп, жоспарларыңызға қарай бейімдеңіз. Финанс моделі өте маңызды. Мына мың рет жазған қағаздан, жазудан қарағанда бір рет есептеген анализдағы есебіңіз әлде қайда артығырақ. Сол үшін осыған мұқият түрде қарап отырыңыз. Біздің кәсіпкер ағаларымызды алатын болсақ, мысал үшін Сырымбек Тау, және де Нұрлан Құрақбай, және де басқа Қазақстанда өте бір атақты болып жүрген кәсіпкерлерді алайық, кез келген Марғұлан Сейсенбай ағамыз сияқты. Бұлар стат данныйға өте мұқият көңіл бөледі. Стат данный деген осы есепке, фин модельге қалай жүріп жатыр, және де пульсын ұстап отырады. Осы қадамдарды орындау арқылы сіздің қаржылық жоспарларыңыздың немесе бизнесіңіздің табыстылығын арттыра аласыз. Және де түрлі қаржылық жағдайларға болатын болса да, сіз оған тұрақты бір өсу үшін бір негізін қалай аласыз да? Құлап кетпейсіз, сүрініп кетпейсіз. Сіздерге тапсырма, өзіңіздің шағын бизнесіңіздің идеясын үшін жоспарын жасаңыз. Келесі тапсырмамыз қаржыландыру көздерін табу үшін оған да жоспар жасаңыз. Үшіншісі, финанс моделін қиындатпай, қарапайым өзіңіз түсінетін үлгісін жасап шығарыңыз. Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Келесі сабақта кездескенше.